Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бізде Қарабола шоуда қонақта бүткіл елге танымалы аю атымен Бекжан Бакиров деген мықты кәсіпқой жауынгер. Әрине енді рухта және де кулачка дейді, қазір бір жаңа бағыт бар. Сол бағытта біраз еңбек етті, 3 жекпе-жек өткізді. Мықты жауынгерлер жеңді. Біз бәрін көріп жатырық. Жасы 28-де аю лақап атымен танымал Бекжан Бакиров. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қош келдің, бауырым. Рахмет Нұрбек аға. Давай, ең біріншіден енді әрине мына қолыңды гипсте тұрғанын көре тұра сұрақ қоймауға болмайды. Соның үшін сұрақты қойайын. Бұл қай жерде болған және де не бұл? Найзада бірінші раундта болды. Ана өзбек қарсыласымен төбелескенде қолын сындырып алдың ба? Иә, қолын бірінші раундта. Қалай тиді? Бака ұрған кейін мына жерден тиіп кетті. Бас жағына. Дұрыс емес ұрдым. Мен стырдауында екеуінің салмақ өлшеу және бір-біріңе көз түйістіру несі рәсімі болып жатқан кезде орталарында тұрдым ғой. Енді сол кезде жаңа сен қарсыласыңда менің құрдасым екен 85 жылға, бір жыл кішкентай. Сен 96-сың, иә? Бізден шамамен 12 жыл кішісің, иә? Енді сен батырсың, оның күмәніміз жоқ, оның алдында жекпе-жектердің бәрін көрдік. Сенің де өзінің қалай айтсам болады, бір айтқан сөзің бар, оны ол туралы әңгімелесетін боламыз. Бірақ ана жігіттің мықтылығын айтамын, ә? Жақсы. 85 жылға мықты ғой, иә? Мен сіздердің стырдаундарыңды аналардың арқасынан соққан кезде бір таудағы тастар болады ғой, тастың арқасынан соққан сияқты болдым да, қаққан сияқты болдым да. Одар көтереді, жақсы көтерді одарды. Және де қозғалу. Бәріне тиді ғой. Печенге де тиді, басқа да тиді, көтерді ғой, бірақ жақсы көтерді. Қол мен аяқ шапшаңдығын көрдің бе? Аха. Мынандай қарына қарамастан, жасына қарамастан, не деген шыдамдылық, не деген шапшаңдылық, Мықты жігіт екен. Мойындадым. Мен бірақ бәрібір реванш болады деп ойлаймын. Әрине болады. Мен енді біз өзіміздің тарапымыздан ұсыныс ұстаймыз, әрине міндетті түрде. Мен үшін ол қызық болып тұр. Осындай жаста біздің мен қай жерде жүрсем де мотивация бергім келеді ғой. Мен құрдастарым айтқым келеді да. Ана жігітке қарап бәріміз спортпен шұғылданайық. Анау енді алып баратқан күнде жасап отқан ештеңе жоқ сияқты ғой, қарына қарағанда, былай несіне қарағанда, бірақ дегенмен өте сондай мықты. Біздің продакшндағы адамдар міндетті түрде бұның видеосын аз-маз қоятын шығар, нарезкілерін көресіңдер. Мықты жігіт, өзбек жігіт, біздің бауырымыз, енді бұл да бір өзбек, қазақ, қырғыз бір тілдеспіз, ұлтымыз бір, дәстүріміз көбінде ұқсайды, дініміз бір деген сияқты. Ағайын деп айтсақ қателеспейміз. Түркі халқымыз. Түркі халқымыз. Біздің бауырымыз өте мықты жігіт екен. Ал енді сол жекпе-жек туралы айтып кетші, өзің сезіміңді. Мен шын керек, мен ол жекпе-жектің әлше бәрі бар ғой. Андай құлап тастайсың деген немен шықты да. Железді бапкерлерің ба? Көрді, бірақ мен оның бойларын вообще ютубтан таппадым. Қарамадың ба? Вообще таппадым. Ол кәсіпқой төбелеспеген сияқты. Көрмедім, вообще көрмедім. Былай көріп былай. Настрой қояйын дедім, бірақ вообще көре алмадым оның. Сөйтіп амал жоқ, былай шыға бердім, бірақ әлшерлер бәрі құлап тастайсың сен, мен сенемін деді да, сөйтіп андай уже уверенность. Вообще мықты болды. Кірдім, зал шулады. Вообще қысылып қалдым кішкене. Бірінші рет көрдім оған деді. Вообще қысылып қалдым. Стадионный турнирда бірінші рет төбелесіп жатсың да? Бірақ сен маған ұнаған бүткіл стадион саған айқайлады ғой. Жанкер өте көп, соған жақсы болды. Риза болып қалдым бәріне. Одан алдында мен күрес вообще қоймадым ғой, күрес жоқ. Сөйтіп осыдан мен сізге шығып бартқанда айттым, білесіз ба? Бір 2 ай бұрын анам қайтыс болған еді. Айттың, содан кішкене жанаттың орындасың. Не болып қалдым да? Сынып қалдым. Неден? Дайындық жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Кішкене сындым. Сөйтіп кеп, әлшір, давай кел, Алматыға кел. Таразда жүремін, сөйтіп кебен. Осына бой беріп отыр. Давай, шығам. Сөйтіп келдім, шығып кеттім ғой. Келдім, осақтан өркістедім, осақтан шығып кеттім ғой. Ондай дайындық жоқ. Алдында ойнап жүрдім, бокста жүрдім, ондай. Вообще олай шаршамадым ғой. Күрес вообще бөлек екен. Күреспен бөлек. Жосын, сен тағы да бір нәрсені неге алған жоқсың да? Ана жерде сен оның алдында клеткеде төбелескен клеткі мен қарадым видеоларын. Кішкентай ақа ол. Ол 5-5 деймін да? Кішкентай ақа ол. Максимум 6-6, иә? Аха, кішкентай. Сен кеше 10-10 клеткеде төбелестің алдында. Көрдім бір групп жасап. Анаған жетем дегенше шетіне. Былай вроде бы бір 10 шақ сияқты, бірақ дегенмен жекпе-жекте қиындау, иә? Қиын деген мәсі. Бізде кішкентай жетіп аласың ғой? Иә. Ана жерде. Бір ұрғанда тіреліп қалады клетке, иә?
Бұл жерде Мауыт бір деген. 3-4 шаг жасайсың, әлі клеткеде 2-3 метр бар дейсің ғой. Сондай кішкене енді, бірақ бірінші бой дебют мен ойнаймын өзім. Жақсы төбелес шықтым өз ойым. Иә. Бірінші дебют болғаннан кейін күрес жоқ, анау жоқ. Чисто қолмен бір тепкен жоқпын ғой. Енді факторлардың бәрін алатын болсақ, анам қайтыс болды деп жатсың. Мен тағы да айтайын, Алла тағала жаннаттан орын берсін, анамызға күнәларын кешіріп, мына бауырым, енді шын айтсам, өте ауыр хабар ғой. Мен сенен жаңа октагонда сен маған айтып қалған кезде мен шын айтайын, біртүрлі болып қалдым, бар ғой, суық болып қалды денем. Енді өзің бірақ соған қарамастан шығып, өзің жұмысыңды жалғастырып жатқаныңа, ол ішіндегі рухың мықты екен, және де енді тоқтамай ары қарай жұмысын жалғастырып жатқанға мен ойлаймын, анаңды риза деп ойлаймын да. Иә, соғы. Бірақ әкем айтады, болды төбелеспеш, қойшы болды деші. Бірақ мен жаман жолда жүрген жоқпын мен. Әрине бұл спорт. Жақсы жолда жүрмін. Бұл батырлардың жолы. Бұл деген сен деген қаншама жанкүйерлеріңе оның алдында өткізген 3 жекпе-жегімен оның екеуі біреуі танк болды, біреуі чечендік бір палуан болды, көрдім, өте мықты. Ол туралы әңгімелесетін боламыз. Біраз сол жекпе-жектер арқылы сені кеше бүткіл стадион айқайлап отыр ғой. Рух постарал сен. Рамазанға респект. Красавчик. Енді қара бауырым, мен ойлаймын, білетіндері бар сен тараздық кеңіңді. Білмейтіндері қанша. Мен қайда жүрсем де жаңа Аю деген атты көп естимін, өзің туралы айтып жүреді. Өмір баянымен таныстыра кетсең, қай жерде дүниеге келдің, немен айналыстың, спортқа қалай келдің? Және де енді басқа кәсібің қандай бар? Тараз? Жоқ, мен негізі туылған жерім Өзбекстан туылдым. Шыршық деген қала бар. Шыршық? Шыршық. Ол мен уже 2000 жылдар көшіп келдім. Кішкентай кезінде көшіп келдім. Нешеде? 4 жас, 5 жас кезімде келдім ғой мен. Сен де Шафқат бауырың сияқты, ағаң сияқты сөйтіп келген екенсің. Сол жақтан келдім. Бірақ боксқа ағам апарды. Неше жаста бардың? Мен где-то 10 жасынан бастап боксқа уже. Тараздағы, Тараздың өзінде тұрдың ба? Тараз, Залине, Слутер. Баяғы пригородный болды, қазір Слутер деген ауыл. Сол жақта туылдым. Жаңа асфальт бізде соғылды ғой, Елдостың. Елдостың ауылдасың ба? Елдос, шынымен Елдос маған мотиватор болды. 32 жасында олимпийский чемпион. Үшеуі де бар алды медальдің. Сол жақта тұрдым и не де істедім ғой, Бақтияр Таев атындағы спорт сарайы бар. Сол жақта тренировка істедім. Бапкерің аты кім? Бапкерім ең бірінші, өзім бапкерім, жеке бапкерім Нұржанов Берді деген. Үлкен кісі, әкеммен құрдас қой. Сол кісіде істедім. Баковойлар соғып берді, пекшінге баковой. Қазір ол кісі бар ғой? Ол кісі бар. Ол кісі сенің жекпе-жектеріңді көріп жүр ма? Көріп жүр, бірақ қанада звондады, сен формада емессің ғой деді. Сразу звондады, сен формада емессің бала деді. Болай формаға кіріп жатырмын дедім. Женя бәріміз бір неде қатыстық. Егенбердиев. Бәріміз бір жерде қатыстық. Егенбердиев және. Сенен ода бір 10 жас үлкен ғой. 10 жас сіздің құрдасым қалды? 85-84 сондай ғой. Құрдасымыз ғой. Ал сол залдан енді мен бір рет тараздікілермен кездесіп, жаңа балама сауын кестіргем. Ермахан Ибрагимов бар, Мизамбаев бар, көптеген тараздың боксшылар болды. Осылай отсаң, міне чемпион мира, міне призер олимпиады, чемпион олимпиада сөйтіп отырды ғой. Таразда боксерлар көп. Сенің залынан, айналысқан залында Евгений Егенбердиевті айттың, ол ММА-де топ жарып жатыр, дұрыс па? Жақында ғана мықты жекпе-жегін өткізіп, мықты қарсыласын ұтып алды. Басқа олимпиада, әлем чемпиондары бар ма? Әлем чемпионы кім болды? Виктор Катачиков бар ғой. Катачиков, қазір профта жүр. Сол бір залда болды ғой менде. Кейін ояқтан Арланста жүрген кім бар? Біраз балдар болды негізі. Әуесқой деңгейде. Әуесқой деңгейде нау. Кім? Азия чемпионы, әлем чемпионы. Жоқ, біраз бала болды, олар үлкен болды ол кісілер. Жоқ, кімдер енді? Кім жүр ғой, мынақта тоже Алматыда жүр. Кім дегенше? Өзбек бала, ұйғыр бала. Арланста ойнады ол да. Уже аты есімі шығып кетті олар. Иә. Бар дейсің ғой, біраз бала бар. Бапкердің оқушылары қазір топ жарып жүр, өзің сияқты дейсің. Біраз бала бар. Савченко болды. Сол жақта болды. Біраз бала шықты негізі. Кішкентай залдан бастағанбыз, кейін Артаевтікі ашылды. Артаев қойттық қой. Бәрін қосылдыңдар сол жерде. 13-ші темір жол колледжінде кішкентай зал берген. Андай. Осындай зал ғой мұны. Осы жерде бәріміз тренировка істедік. Женялар сол жақтан шықты, негізі сол жақтан шықты.
бала кезінде енді бұрын бәріміз мектепте оқыдық қой, осындай болды ма, толықтау болды ма? Мен ең бірінші салмақ ойнаған бокстасқан салмағым 66 бокстастым. Саған 10 жасында. Кейін салмақ түсті. Иә. 57-ге түсті. Сөйтіп түсіп, кейін қайтадан жай көтерілді. 75-те ойнадым. Ең неде чемпионат мирда, чемпионат Азия 75-те ойнадым. Осы чемпионат мира, чемпионат Азия туралы айтшы. Юношыны айтып отырсың да? Жасөспірімдерді? Жастар арасында чемпионат мирға бардым, четвертте ұшып кеттім ғой, Хорватқа. 6 бойға түстім. 4-ші бойда. Енді мирға барсаң, значит, Қазақстанда ұттың ғой. Иә, чемпион. Неше рет ұттың Қазақстанды? Двукратно, 2 рет Қазақстанда алдым. Бокстан. 3 рет финалист болдым ғой. 2 рет Қазақстан алдың. Бокстан. Керемет, мықты. Мықты нәтиже. Бокстан, юношыдан, юноша ғой? Юноша молодежкадан да. Молодежкадан Қазақстан алу деген ол үлкен бәсе. Мен енді түсініп отырмын сенің мектебіңде да. Егер сен соққыларын оның алдында да көрдім, танкпен де көрдім, оның алдында чечен баламен төбелескенін көрдім. Жақсы соққылар деп жатыр, плотный. Кәсіпқой боксқа көзқарасың қалай? Көзқарас бар ғой, жоқ емес, бар. Әлі төбелескім келеді, шыны керек. Әлі жоқ, кәсіпқой боксқа шығуға, перчаткамен шығуға болады негізі, бірақ не жоқ қой, промоутерлер жоқ бізде. Қазақстанда ма? Шақырып отқан ешкім жоқ, кел, көмектесейік, істейік, бірге көтерілейік деген ондай промоутерлер әлі кездестірген жоқпын. Мен айтатыным, рух шақырды, рух көтерді, дальше әрі кет қалдырмай. Міне бала кезіңде енді боксқа барып жүрдің, бокстың алдында да енді далада төбелестің ба? Ондай мектепте күнде төбелес болатын ғой. Бәрі саған қарап, төбелесе алмайтын шығар деп бірінші көретін шығар да. Ондай болады ондай. Көшеде. Бірақ енді сонда да қазір балдарға айтамыз, көшеде төбелеспеңдер, ол бұрынғы болған нәрсе. Бұрын әйтеуір көшеде төбелессек, сол жерде қалып қоятын еді. Сол жерде қалады. Қазір бір-бірін әйтеуір білмеймін. Бір қанды бір нәрсе болған сияқты болып қуалап жүреді, мылтық бар, анау бар, Құдай сақтасын. Жастарға айтарым, жақындамаңдар ондай нәрсені. Шайқасқыларың келсе, рингке келіп, осылай аю ағаларың или бауырларың сияқты келіп жаттығу жасап, жарысқа үлкен шаршалаңға шығып, зато бүткіл ел сізді құрметтейді, таниды, одан кейін сол үшін сіздерге ақша төлейді. Ол ешкім сотталмайды, одан Құдай сақтасын. Сондай нәрселердің бәрін аулақ болыңдар. Рингке шыққан жақсы ең дұрыс. Оқу жоғары орындары немесе колледж тағы да басқа бір жерлерге түстің ба? Неден? Тараз пединститут бітіргем. Пединститут. Физкультурный. Дипломың бар. Физкультурада. Бапкер бола аласың. Бапкермін. Мұғалім бола. Жуықта бапкермін. Бапкерсің. Рух боксинг өзіміздің залда бапкер. Молодцы. Рух боксинг деген ол кімнің залы? Өзіміздің зал. Рамазан залы ма? Жоқ, өзіміздің. Өзің зал. Алшер ертебе. Соның залы, сол жақтан. Енді көбі мен ойлаймын, өзіңе назар аударған себебім жеке өзім. Бұрын сен жаңа доставщик дейді ғой, орысша айтқанда, артқа 4-3 сумканы іліп алып, ондайларды көшеде көп көреміз. Маған ұнағаны сондай қарапайым бағыттан, жаңа жұмыс бағытынан, балдар келіп спортқа келгендер ұнайды да маған. Жеке өзіңе сол жерде рингте де айттым, өзің сияқты жігіттерге де айттым, жігіттер, мана сумка тасып жүрмін деп ойламаңдар, жаңа сіздер ешкім емессіңдер, сіздер мықтысыңдар, әрқайсының араларынан мықты жігіттер шығады, ода бір таза, енді таза қара еңбек қой енді. Ода бір неміз бар ғой, оты басымызды бағу керек деген сияқты. Оның алды өзіңде айттың қанша ақша табатын олардың да. Жақсы, жаман емес пайда көреді деген сияқты. Бірақ жұмыс ауыр ғой. Сол жұмысқа қалай келдің? Ол жұмысқа мен неде алдында стройкада істегем шынымен. Сөйтіп неғды Бегнар деген дос бала бар, не қыласың? Мен саған лучше да мобеда берейін. Доставкада ұрса іштеді. Сөйтіп доставка деп 2 жылдай доставка істедім ғой. Осы танкпен шыққанша доставкада жүрдім ғой, Даниалмен шыққанша доставкада жүрдім ғой. Сөйтіп балшылар қой бол кел залға кел тренер. Алишер деген жаңа досым өзім Тараздың баласы. Бірге өскен, сол кішкентай кезден бірге өсіп кеткен ғой. Сол сояға тартты, сөйтіп доставкамен қойдық қой, қоштасып. 2 жыл істедім ғой доставкамен. Алдында стройкада істедім. Қызықты оқиғалар болды ма доставкада? Ерегіс көп қой доставкада. Қысып кетеді, үйтіп кетеді. Қысып кетеді ме? Жоқ, ал келдің, осындай жағдайлар естеріңде бар ма, немесе болды ма? Бірлерге жаңа затта келген кезде мынаны алмаймын, қабылдамаймын деген. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ ондай. Или саған қарап, мынау жаңа төбелесе алмайтын бала ғой деп наяз ешкім. Жоқ, ондай ештеңе. Қызықты болған жоқ па? Ондай ештеңе болған жоқ.
просто қысып кетті сол көшеде ерегісіп қалу сондайлар болған болды ма? аха сразу айтатын залға шақыратын кеттік залға да ерегіскеннен кейін сразу залға шақыратын міне керемет нәрсе ғой енді Қазақстан чемпионатын жеңген болсаң 2-3 рет сен спорт шеберсің ғой спорт шебер балдармен кейбіреулері доставкада жүр сондықтан ана доставщик балдарға қатты наез бере бермеңдер ойламаңдар ол жерде жай жүрген балдар деп қауіпті болып қалуы мүмкін да енді сен соққың тисе мен ойлаймын ана жерде енді көбі деген спортсмен емес жігіттер ғой өте қауіпті деп ойлаймын да сондықтан сен спорт залға шақырып отқаның өте дұрыс та негізінде далада емес көшеде емес спорт залға шақырып отқаның еркек шешіп кетесің төбелескен жоқсың ешкіммен 2 жылда жоқ неше рет ерегестің қанша рет ерегістім ғой біраз ба көретін де шығарсың ерегескен жігіттер қазір ойлатқанша ойбой төбелеспегенім жақсы ғой аман қалдық қой деп иә шынымен қанша рет болды ондай бір рет емес қанша рет көбіне де доставкада қандай нәрсені заказ береді көбіне мен талай нәрсе береді ғой бірақ көбінесе тамақ қой тамаққа заказ ғой бәрі шығуға ерінеді бәрі заказ береді бәрі сөйтіп алып барасың кейбір кезде лифт істемейді 14-ші этажға жайып көтерілесің 14-ші этажға ондайлар болды ондай жоғарғысың сет ұстамай қалады қай жаққа бара жатқаныңды түсінбей қаласың сондай болады жоғарыда вообще сондай ең көп жаяу жүрген доставкада артыңа рюкзак киіп алып қанша километр шақырым мен мопед сынып қалған кезде Аль-Фарабиден саяхатқа дейін мопед сүйреп келгем жаяу аха қанша шақырыммен санаған дұрыс біраз анау неден барахолкадан сүйреп келгем төменнен жоғары сүйреген сондай болды өзіңнің самокат андай аренда емес екен ғой өзімдікі аха соны сүйреп келгем да андай сынып қалады сондай болады ондай жағдай көп қой қазір тастап кетуге болмайды да аха тастап кетсең алып кетеді сондай ондай жағдайлар көп болды қызық енді рухқа қалай келдің рухқа бір неде келдім тоже Алишер ғой сол себепші сөйтіп неде тұрғанмын саяхатта сөйтіп Алишер біраз болды көрмегелі сөйтіп көріп қалдым ғой қалайсың брат жақсы сөздерің қалайсыңдар сөйтіп сондай брат төбелесесің ба деді төбелесемін дедім сөйтіп кіммен екенін сұраған жоқ соперник таппай жүр екен сондай екен да төбелесемін дедім болды сөйтемін да 2 күннен кейін звондайды дос осы офисқа келші мына жақта шақырып отыр рамазандар барамын рамазандар қарады мені түсінбеді бір томпақ кішкентай точно бак жиырма дегенде ше сөйтті да болды деді сөйтіп контрактқа қол қойдым одноразовый контрактқа қол қойдым сөйтіп кеттім 3 күннен кейін бой деді в общем мен дайын емеспін вообще дайын емеспін ғой тренировка қанша мысалы 2016-да тастадым ба 2021-де шықтым ба 22-де шықтым қанша жыл перерыв сөйтіп 3 күннен кейін бойға шығып кеттім ана чечен жігітпен бірінші раундта құлаттым рамазандар чечен жігіт базасы қандай ол не ғой тура өзбек сияқты кешегі ММАшік қой тоже ММАшік аға кәдімгі айдаһар болып тұр ғой менсінбей шықты ғой да аға тоже менсінбей құлап тастаймын деп ойлады ғой аға құлап тастаймын деп ойлады менсінбей шықты бірақ өзі құлап қалды да жерде 3 рет құлады ғой 4 рет па 3 рет құлады біріншісі чиркам тиді ішін жоқ ол да құлады ғой аха чиркам солақай да чиркам тиді содан кейін кетті ғой 4 рет құлады ғой общий сен еще тағы да тұрғыздың да ең соңында тағы да құлап тастадың мен ана ең соңғы құлағаннан кейін тұра алмай ма деп едім тұрды бірақ зорға тұрды зорға ма деп едім сол мен де төреші тоқтап тастаған жақсы болды анау екінші жекпе-жегінде қазақ бала ғой қазақ бала ол өте мықты екен сенен салмағы жеңіл болса да бір жағынан жақсы жұмыс жасады жақсы удар көтереді ол да құлаған жоқ ол бір рет құлаған жоқ жақсы удар көтерді сен жекпе-жек барысында сенің жекпе-жегің басталды ғой дәл сол кезде маған сенің 3-ші қарсыласың жазды қазір мен соны жаңа Данил жай әңгіме Данил ғой да аты маған да жазды Даниал ма Данил маған да жазды ол Даниал қазір мен архивтен көрейін Даниал он инстаграмы қалай танк па аха Даниал Т34 деп тұр ма сондай Т34 көрейік ал шағам екен сообщение жазады сенің жекпе-жегің жаңа басталып жатыр міне міне сообщениесі мен онда жазылмаппын ғой салам алейкум брат вам интересно бой сою дейді да реванш сұрап ол маған да жазды саған қызық па маған қызық ол ММА ше қызық бірақ не да әшейін кішкене ақшаға шыққым келмейді шыны керек мен бүйту керек онда енді
тек қана бокс емес, тек қана кулачка емес, егер ММА-да төбелескің келіп жатса, онда бетек бір-екі жекпе-жек өткізейік, содан кейін оның өзіне қарайық, да, қандай қызығушылық болатынын, да. Я, Данил, я извиняюсь, не ответил вам, потому что, во время турнира вы мне написали, но, в принципе, мы обсуждаем ваш реванш с Аю. Если вам это интересно, где-то пару боев дадим Аю восстановиться после перелома руки, и погнали, мы это можем сделать на ММА, да? Я всегда газ ғой, артқы жоқ. Енді оның салмағы үлкендеу сияқты ғой. Ол 140 килограмм. 140, а сенікі? Менге 120, салмақ 100-ге түсіріп отырмын. 100-ге. Сосын 100-ге шығасың ба? Жоқ, 100-ден плюсқа шыға беремін, просто кішкене жеңілдеу болып, анау сондай болған дұрыс та негізі. Иә, қозғалуға жақсы да. Анада аяқтан ұстады, қозғаламай қалдым, сол сияқты да. Астына түскен кезде қалай? Қиындау болды ма? Содан шаршап қалдым ғой негізі. Жекпе-жек бар. Содан қатты шаршап қалдым негізі. Грузия етіп сат қолды. Қатты шаршадым содан. Негізі айтып еді, күрес қой деп еді көбісі. Бұл бөлек екен күресі. Ана баланың ба? Жоқ, вообще грэпплинг бөлек екен, андай күрестен қарағанда. Рухфайтингқа келдің, мен түсінгенімше сен бір жекпе-жегіңде белбеуге таластың, иә? Жоқ, белбеуге шыққан жоқ. Белбеу өзіміздің боксер бала да. Мен оған керек емес дедім өзім. Егер одан басқа біреу алып қойып жатса, қазақтың баласы болып төреспеймін дейсің. Ол кезде уже болады да, қойға басқа біреу алып қойып жатса. Бірақ ол бермейді деп ойлаймын. Баука Сәрсенбек деген. Сол бала да Чименттің баласы. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Ғалым деген Дацикпен төбелескен жекпе-жекті көрдің ба? Оны көрген жоқпын. Дацикпен ғалым. Дацикпен шайқасуға қалай? Мен шыны керек Россия любоймен төбелесуге дайынмын. Қазақстан емес, Россия. Дайындық болса дұрыс дейсің ғой? Дайындық болса кез келген мен дайынмын төбелесуге. Одан задний ешқашан бермеймін. Тек қана алға ғой. Керемет. Онда шамамен мына қол жаттығу бастап кеттім деп отырсың. Мен алдың қолмен ғана істедім тек қана. Қазір бастап кеттің, иә? Бірақ мына қолмен қолданып отқан жоқсың. Вообще істеп отқан жоқпын. Солақайсың ғой. Иә, алдың қолмен оң қол да сенде. Енді шамамен қашан оралам деген жоспар бар? Мынау енді жазылады, бір ай шығар енді. Жазылады шығар бір айда. Қазір мына саусақ сынған, ене шыбығы шығып кеткен екен. Соны барып салдыртып бәрін. Врачтарға бардым, машин гипстеп бір салды. Кеше Таразға барып дұрыстап салдырып келдім ғой. Емшіге ме или дәрігерге ме? Неге? Жоқ, дәрігер емес, сынықшы бар бізде Таразда. Сынықшы. Соған барып салдырып. Самаған ашын гипстеп бере салған болды ғой, мынақта. Сондай ғой. Рингенге түсірген жоқсың одан кейін? Рингенге жоқ. Неден кейін түсірем осы? Шешіп тастағаннан кейін түсірем. Шешіп тастағаннан кейін. Мына рухтағы 3 жекпе-жекті алатын болсаң, енді сенің танымалдығың қай жекпе-жектен кейін өсті деп ойлайсың? Мен танымалдығым негізі Еркебұлан көтерді. Тоқтар. Жоқ, жақсы. Жекпе-жектен кейін айтамын. Бірінші жекпе-жектен кейін сразу. Ана чечен жігіттен төбелескен. Иә. Доставкадан келдің бе? 500 подписчик бар еді, сразу 6000-ға барды ғой. Еркебұлан Тоқтар дейтіпсің ғой? Иә, ол қызық таймс болды ғой. Иә. Сол жерде айтты ол. Осындай бала бар. Содан кейін қызық бола бастады бәріне. Қай бала. Керемет. Енді әрине мен ана сенің жекпе-жегіңді қарсыласыңды көрген кезде мен достар, егер ол жекпе-жекті көрмесеңіздер, сол ссылканы міндетті түрде мына жерге қоямыз. Қараңыздар. Ана жерде енді айырмашылық өте үлкен, өте көзге қатты көрінеді. Ана жігіт деген бір Американың батырлары сияқты шықты ғой енді былай денелі, өте мықты жігіт екен көрініп тұр. Жалпы стойкада да мощный, жалпы аралас жекпе-жекте біздер енді бірдеме түсінеміз ғой.
ана жігітке қарағанда мен сенің жекпе-жегіңді көрген кезде ойлап едім мынаны қалай жеңіп тұр екен деп. Керемет. Әрине ол жекпе-жекті көргеннен кейін әр бір қазақтың балдары өзіңмен мақтанады, өзің сияқты жігіттер бар екен. Ең біріншісі ол жерде сен төбелескен емес, ең бірінші сонымен шығып қарсылас болып өз-өзіңді қорықпай шыққанға мықты деп ойлаймын. Ол біздің жаңа өзіңнің жүрегіңдегі мына рухыңның және денедегі қандағы бар нәрсе ғой ол. Иә. Керемет. Ешқашан қайтпайсың төбелестен. Ары қарай. Құдай қаласа енді мына бой кішкене не болып қалды, өзім көрдім бойымда. Үйге барып қайта көре берем. Кішкене дайындық шынымен жетпей қалды. Күрес бөлек, иә? Күрес бөлек, бірақ сөйтесің астында комментарияларды қарайсың аяқта, неше түрлі комментария бар. Қолдау ма? Жоқ, қолдау көп, бірақ анандайлар да бар да. Оған мән берме. Қисық комментариялар да бар. Мән берме оған. Ол сенің ана артқа көтерген жүгіңді көтерген жоқ қой ешкім. Солай емес. Сол ешкім мен жүрген. Сондықтан оларға мән бере берсең, онда кішкене қиналып қаласың. Сондықтан оған көп ана жақсы деп айтып жатқан адамдарға рахмет айтып, жаман деп айтып жатқан адамдарға да рахмет айту керек. Неге десең, ода бір қалай айтсам болады, өзіңе бір өмірлік сабақ қой. Иә, бүгін былай. Әйтпесе қазір оған мынаған положительный, анаған отрицательный реагировать етсең, ода өзіңе жаман. Сондықтан өзің жұмысын жасай бер. Иә, өзім жұмысымды ары қарай жасай береміз ғой. Мен ондай жігіттерді көбін білмеймін. Осылай қысқа уақытта біраз аудиторияны өзіне қаратып деген сияқты. Кеше енді мықты кәдімгідей стадионның әсерін көрдік қой. Өзіңе біраз жігіттер сені таниды екен. О да бір керемет нәрсе. Ертең болашақта өзің танымалдығыңа, тағы да басқа көп нәрсеге рөл ойнайды деп ойлаймын. Өте жақсы болды бірақ. Бапкерің қазір саған соға ма? Осы жекпе-жектерден кейін. Жеке бапкерім ба? Иә, ар жақтағы Тараздағы звондап тұрады. Мына жерде дұрыс емес. Айтадым ғой. Бойдан кейін сразу звондады ғой. Формада емессің ғой сен деді сразу. Ал ММА-ге шығып қой деген әңгіме бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Мен ондай ештеңке жоқ. Видео айтадым ғой, тек қана әкем ғана қоя салшы дейді. Бірақ айтадым ғой, мен жаман жолда жүрген жоқпын. Иә, құдай қаласа. Енді әрине әкең өзің жаңа травмалық қалмасын, бетіп қалмасын, сөйтіп қалмасын дейді ғой. Мына көшеде удар өлшейтін нәрсе тұр ғой, көрдің ба? Сондайды ұрдың ба? Иә, ұрғам. Қанша соқтың? 999-ға бұрсам. 999? Кәдімгідей жақсы ұрдың ба? Нормально, ондай. Жақсы ұрдым, Жоқ, мен қарағанда бір түрлі 999-дан көп деп сияқты ғой. Жоқ, до конца сол ғой. Да? Патологы сол емес. Да? Жоқ, ода 1000 ұрып отқандар бар. Тоннадан аз. Ондайды көрмедім мен, именно 999. Ана бүйтіп шығады ғой жаңағы. Иә. Сонда? Тонна дейсің ғой. Кезінде Тайсонның удары тонна деген кезде халықтың бәрі шулайтын еді. Қазір Садридинді көрдің ғой кеше, тонна ұрып жатыр. Былай қарасаң 70 килограммдағы жігіт қой, батыр. Жақсы ұрады, ол. Иә, о да жақсы ұрады. Ол жерде енді шапшаңдылық па, кішкене оған да байланысты шығар. Жылдам. Кеше анау бір өзбек бала Хумайын деген батыр келді ғой, көрдің бе? Соның қасында бір өзбек бала бар. Ол төбелескен жоқ. Оның алдында бірақ төбелестерін көрдім. Сол ана Бука деген магазиннің ашылуында сондай қойып қойған екен, сол жарысып ұрдық бәріміз. 1000 ұрып тастады ғой ана жігіт. Соққысы енді ауыр. Бірақ кикбоксер бала ғой енді. Соққан кезде 1000 ұрып тастады. Мен 1000-ға жақындап қалдым, 901-ге жақындап қалдым. Соның ударына ешкім жеткен жоқ енді 1000. Садриндер болған жоқ па? Жоқ, бірақ ол жүгіріп ұрды да. Мен сол айтқам, бір орыннан ұрдың ба или жүгіріп ұрдың ба? Мен әшейін тұрып әшейін. Бір орыннан, иә. Ана жерде былай 3-4 шаг жасап келіп ұратын, сөйтіп ұрып көрші, көрек. Менше сен көп деп шол керек. Жоқ, мен анау патологы сол 999 деген бар ғой, білесіз ба? 339. Одан жоғары көтерілмей ма? Жоқ, сол одан жоғары көтерілмейді, соны ұрдым. Анау тонналықтар тұрмадым. Вот саған соны анан қарау керек. Анандай тұрмадым. Бізде боксерда ең қатты тұратын кім ғой? Әбілхан Аманқұл. Аманқұл тұрады. Әбілхан. 20-шы жылы Олимпиадаға барды ғой. Иә. Бразильский кетіп қалды ғой. Сол қатты тұрады, өте қатты тұрады. Чарждардан қатты тұрады ол. Удары сондай да. Осы Олимпиаданы бокстан көрдің ба? Көрдім, Қай салмақты қарадың, қадағаладың? Өзің салмағыңды қарадың ба? Жоқ, өзім салмағымды қарадым, қазақтарды қарадым, өзіміз қазақ бауырлар. Нұрбек Оралбайды көрдің ба? Бәрін қарадым. Ол 91 ма, 81 ма? Нұрбек 80-де. Ағасы бауыры, иә, 90-да. Бірақ бұл жақта Сәкенін ұтқандай болды маған. Кімді өзбек? Бейбасым па? Бірақ білмеймін, бойы ар жаққа кетіп қалды. Бірақ
ұтқандай болды өзіме. Енді басымдылық ұмыту керек, әйтпесе ана жерде қиын ғой енді. Бокста білесің ғой енді. Сондай болды. 145 удар жіберіледі, бірақ қайсысын санап отқанын түсінбейсің да. Кейбірде қарайсың, баң ұрып атады вроде бы біздің баладан біраз ұрған сияқты. Одан ананың ударларын саналады. Сондай болып кетті аға. ММА-да бірақ примерно солай ғой қазір. ММА-да түсінбедім жоқ. Қана құлатсаң очко беріледі деген ғой бұяқта. Қайда? Мынақта. Жоқ, бір ұпай. Сол бір ұпай ғой. Оның лақтырғанмен де, тигізгенмен де, құлағанда бір ұпай ғой. Бірақ нокдаунға түсірсең, ол тұрса, тұрып кетсе, немесе ары қарай жалғастырып кетсең, ол бір аз-маз болса да бір басымдылықпен саналады. Бір нокдаунға түсірді деген да, кішкене потеря алса деген сияқты да. Одан кейін финишке кім раунд сайын немесе раундта финишке жақындатады, вот сол басылымды жоғары болады да, жаңа несі, соның несі рейтингі немесе очкосы кішкене жоғарылау тұрады да. ММА-да ең бастысы акцент беретін тез аяқтағанға ғой, аяқтауға тырысатындарға. Мына көтеріп алып лақтырдың үстіне жатып блок салып, удушающий немесе сабмишн жасап атсың ба, саған көбінде активность береді да. Ода бір не болып саналады жаңа. Бал болып саналады. Кім активность деп жатыр, соға болып. Қандай ерекшелігі бар? Енді әрине күрес бәрін түсініп отырық, бірақ ММА-ге шықтың, сосын рухқа шықтың. Қандай ерекшелігі бар? Ерекшелік көп бәқті ерекшелік. Күрес бар, сол тебу бар. Жерді жатқызып ұра беру бар. Көрдіңіздер ғой, жерге жатып қалдың. Ударлар ке бар. Сол кезде тиіп атқанда не ойладың? Жоқ, тиіп атқанда шынымен оны удар тезген жоқ, мен тұрып кетсем дегенден болды. Басқа ондай ештеңке ойладым жоқ, жай сеткаға жақындадым. Бір қатты тиген жерлер болды ғой. Бір-екі рет тиді ғой, қолаштап жанынан ұрды ма, байқап. Жанынан ұрды, бірақ ондай ауырған жоқ, қатты сезген жоқ, мен тұрып кету ғана жерде. Жоқ, жекпе-жекте сезінбейді. Тұрып кету ғана болды менде. Тұрдым, тұрғаныма қуандым ғой шынымен. Алжерлер болды тұлдау деп еді сол жерде. Қалдау деп еді. Ода былай қарасаң енді алып баратқан күрескер емес қой. Негізінде кикбоксер ма сондай бір ме екен? Жақсы тебеді екен да? Иә, жақсы тебеді. Жақсы тепті. Енді келесіде Алла қаласа енді. Енді жаттығу мәселесі ғой. Егер сен ММА-да жаттығу жасамасаң, былай қиындау болады күресуге. Сол енді күресті қою керек енді Алла қаласа. Жақсылап күресіп. Анаң нешеге қайтып? 60 жас. Пайғамбарымның жасын беріп қой. 60. Бірақ әлі сенбеймін ғой. Әлі кетті дегенге сенбеймін. Неше баласыңдар үйде? 3 балам, сен кенжесімен. 3 бала ма? Үшеуі де бала ма? Ағаларың спортпен айналысқан ма? Орданшысы айналысқан бокспен. Сол алып барды ғой, Бекзат деген. Сол алып барды. Қазір өзі судья. Тренер. Бокстан ба? Тек қана сол. Болашақта арман, жоспар. Жоспар көп қой, жоспар. Арман, жоспар көп қой. Мақсат қой. Сондай жарқына. Сол енді Алла қаласа, жарқын сол. Бізде ел сияқты әкелерімізге көлік мінгізу. Елдің баласы сияқты. Және өзім жеке Алматыдан бір квартира алсам. Үйленіп, квартира алсам. Үйленген жоқсың ба? Жоқ, қойдым. Қызың бар ма жүрген? Жоқ, ондай ештеңке жоқ қазір. Тек қана қазір спорт болып кетті ғой. Енді тек қана спорт болса керемет қой. О да жақсы ғой. Сол. Басқа жұмыс жасатқан жоқсың осы бокстан басқа? Жоқ, басқа ештеңе істедім. Тек қана қазір тренировка істеп жатырмын. Енді жаттығу басталып кеткеніне қарағанда, қолың сынғанына қарағанда, соған қарамайсың жасап жатсың ғой енді. Соған қарағанда жекпе-жекке тез оралғың келіп тұр ғой. Сол, құдай қаласа сол. Шамамен ақпан, қаңтар айында шығайынтыпсың ғой. Келесі жылдың басы сол. Шықсам ба деген болды. Кіріссем ба деген. Қарсылас ретінде кімді көріп отырсың, или кімді береді соны төгілсем? Кімді береді соны, бірақ ана Данилдың бір жазасын бере жүру керек еді, бұндай ММА-дан ше. ММА-дан ба? Осы бір. Жоқ, сен жеңдің ғой. Жоқ, ММА-дан бұл. Типа ол айтады да, мен саған неден келдім ғой дейді да. Кулачкадан келдім ғой, анау.
Енді ММАдан көрейік, түнде келсем, үйге жатса сағат 2-де келдім ол кезде, түнде. Жекпе-жектен кейін ба? Аға. Мына біздегі жекпе-жек. Түнде барса, түнде жазып отыр сағат 2-де. Жодан брат, ММАдан көрмедік бітіп. Қолым сынды, кейін ойланайын анау дедім. Сөйтіп, давай, көрейік дейді. Соны жазасын бір бер жерімге отыр да ММАдан. Оны енді ода осал емес қой. Бірінші Жоқ, осал емес, мықты. Мықты жауынгер, иә. Мықты жауынгер, мен көрдім. Біздің ана Рузибоевпен да төбелескен да. Қабағын жазып жүрді ғой. Иә, жақсы төбелес болды. Дұрыстап дайындалу керек деп ойлаймын. Мына сен октагонға шықтың кеше. Найзада. Халық шулап жатыр. Енді оның бәрі бірінші рет сенде. Оның алдында болған өзінің бір үйдегі мәселелерің бар жаңа. Тағы да басқа одан шығып жатсың. Жаңа сен адреналин ұрып тұр ғой енді. Жекпе-жекте ұтылдың. Қандай сезімде болдың ұтылған кезде? Өз-өзіңге сенбей тұрдың ба, или анық бәрін түсініп тұрдың ба? Жоқ, мен түсіндім. Да? Қайыр дедім осы жерден болды. Қайыр дедім. Аха. Солай болу керек дедім. Осылай болу керек, значит. Қасынан балдар, дос балдар да мейлі қашанға ұта бересің. Ұтылды, бұл да бір керек болған шығар дейді. Сабақ дейсің ғой да? Сабақ, аға, бұл да бір керек болған шығар дейді да. Жекпе-жек барысында соңына дейін сендің ба жиналатыныңа, или немесе уже 3-ші раундтың орталарында түсіндің ба ұтылып жатқаныңды, ұтылатын сияқтысың деп? Жоқ, 2-ден кейін түсіндім, мен ұтылып жатырмын. Ана құлатпасаң былай кілт таба алмайсың, а? Кілт таба алмадым ғой сол. Уже 2-ші раундта қатты шаршадым, күрестен кейін шаршап қалдым шынымен, қатты шаршап қалдым. Содан кейін уже саған кетіп қалдым не дедім, ойбой. Мен ана танкпен сенің төбелесіп жатқандарына ол сенің аяғың өтіп жатыр да. Ол сіздер кулачка төбелестіңдер ме? Кулачкада ғана просто кіріп кете береді да. Олай енді оған ескерту бірдеңе бере ме ондай кезде? Ештеңке берген жоқ, бірақ 2-ші раундтан кейін құлады ғой уже. Иә. Одан кейін не алған жоқ, жоқ, сол кезде енді бір-екі рет сені құлатып алды ғой. Ескертті қалған айтты, ауызша айтты енді. Ол кезде шаршаған жоқсың ба? Жоқ, ол кезде вообще шаршамадым ол кезде. Ол кезде формада жүрдім. Формада жақсы жүрдім, аха. Қазір салмағың 120, иә? А ол кезде қанша болды? 10 кило төмен болған шығар. 110, иә? Соның өзі рөл ойнап тұр ғой да? Аха. Ал 100-ге түсірген кезде мына өзінің білектегі бар удардың күшін жоғалта алмайсың ба? Жоқ. Жоғалтпайсың ба? Дәл солай. Одан мықты болмаса шапшанда болады дейсің ба? Иә, керемет. Ана сол жаңа екінші жекпе-жегенде өзіміздің бір қазақтың баласымен төбелестім ғой, ана бірінші жекпе-жек ұнап тұр да маған. И жаңа Т-34 тоже ұнап тұр. Бірақ анау енді құлағанда кәдімгі риза болдым. Сен шыққан кезде, ананың түрін көрген кезде не ойладың сен? Аты кім еді? Бірдеңе деген аты есіме шығып кетті. Алиасхан. Соның түрін көрген кезде енді ананың түрі деген мынандай шкаф болады ғой. Оту керек деген болды, тек болды. Шанс дедім ғой. Бір күмән болды ма басыңда? Жоқ, күмән болған жоқ. Мынандай болды менде. Просто осыны ұтсам, менде шанс келесі контракт береді. Менде шанс сол, басқа не жоқ. Соны ұту керек, бір бәле қылу керек болды. Бірақ ойламадым құлатпысайын деп. Ойлаған жоқсың ба? Ойлаған жоқ, құлатпысайын. Өз-өзіңе сенімді болдың ғой, значит, бокстан, иә? Блок, жаңағы өз-өзіңе былай қарай құлату деген сияқты, провалить ету, уклон. Мен уклондардың да қарап отырмын, жаман емес. Блокта барым ғой, сол бірінші рет көрдім, блокта барым, ударлар даң өте дегенде перчатка емес деген да, чингаркидан өте деген, сөйтіп бәрібір. Ударға өзі түсіп қалды, разрезерге түсіп қалды. Жоқ, қайда түсіп қалды? 15 рет түсіп қалды почти. Көп дейді ғой, мен байқап отырмын. Жақсы түсіп қалды. Бір өз-өзіне сенбей тұр да, лақтырып жатыр саған, бұң өтіп кетеді. Сол мен қарап отырмын да, ойлап отыр деймін, сен вообще оралмайды деп ойладым екен сен да. Солай ойлады да. Ол кезде 130 болдым. Сен 130 кило болдың ба? Жай қазір түсіріп, сол 100-ге апарып алсам. Формада пикте боламын сол кезде. Күніне неше рет тренировка жасадың? 2 рет жасадым. Тауға жүгірдің ба? Жоқ, тауға ол кезде. Вообще жүгірген. Кіммен бірінші істеген кезде ма? Мен бірінші істеген кезде айтатым ғой, мен ұшақ күнде шығып кеттім. Көшеде жүріп шығып кеттім ба? Ұшақ күнде шығып кеттім. Сол Еркелхан айтты ғой. Доставкадан келдім, бардым, төбелестім, қайтадан жұмысқа кеттім ғой. Сондай болды ғой. Ана Асау деген кино көрдің ба? Сол Асауды көрдім сол. Сенің сценарийіңде жазылған. Сол мен сценарийім жазылған сол. Сенің өмірбаянынан. Сен қай жылы төбелестің бірінші жекпе-жегіңде? Мен 22-де төбелестім ба ең бірінші. Асау ана жылы жазылды ғой, иә? Биыл шықты ғой, бір бәже болды. Биыл шықты, ана жылда жазылды.
Иә, жазда жазылды, күзде шықты ғой, күздің аяғында. Қысқа жақын, или қыста ма. Керемет. Асаудың жігіттеріне 22 жылы 15 майда төлесің ең бірінші. 22-23. Онда дұрыс. Жандарбек деген матчмейкердің сол жерде құлақ болып ойнады ғой. Ойнады ма? Асауда. Анау соңына дейін барып, ананы екеуі финалда төйлесе ма, сондай бір нәрсе бар, жаңа кіммен, Аянмен, Өтептіргенмен. Ол досы болады, соның үйіне келеді, мен көрген 1-2 сериясын. Назар бауырымыздың жазған киносы, керемет кино. Сенің өмір баяныңды алса, не істемеймін, таң қалмаймын. Неге десең. Керемет әңгіме болды, бауырым. Келгеніңе қуаныштымын, осылай. Енді тек дайындала бер, біздер саған жекпе-жек жасауға тырысамыз. Енді рухта бар, бізде бармыз мын жағыңызда, тағы да басқа промоушндар табылар. Міндетті түрде жекпе-жек жасауға тырысамыз. Әдемі бір. Жеке өзіме жекпе-жегіңді, шығуыңды, ары қарай басқа жақтардың бәрі де ұнап жатыр. Сондықтан осы бағытынан тайма, жаттығу жасасаң, мен ойлаймын, бәріне де жету болады. Мен не қылдым ғой, сізге уәде бердім ғой. Келесі жекпе-жек алла қаласа. Бапты боламыз. Енді артыңда фан базың аз емес. Қарап отқан жастар көп. Мынау камера өзіңе, жастарға бір кеңесіңді айтып жіберсең, не істеу керек екен? Жастарға тек сол ата-ананың қадірін білу. Әмин. Ең бірінші. Спортпен және оқу ғой. Тек қана сол айтарым. Денсаулықтарды қарап. Ең бастысы ата-ана қызмет етейік. Болды қалған. Қалады өткен бұл дүние үшін. 5 күндік дүние үшін жалған. Сондықтан спортпен айналысып, ата-анамызды қуанып жүре берейік. Керемет сөздер. Ата-ана, сен бірінші адам шығарсың, осы жерге келіп ата-ана туралы айтып отқан. Шынымен айтқанда, бұл өкініштісі бір қадірін артынан түсінеміз да. Қазір қадірін түсінуге тырысайық. Қазір қадірін түсінуге асығайық, Құдай қаласа. Бауырым. Рахмет көп-көп келгеніңе. Біздермен бірге болған Бекжан батырымыз. Құдай қаласа ары қарай жекпе-жектерін, мықты жекпе-жектерін көруге, және де осындай жаттығу жасап, мықты қарсыластармен тұрып, найзада көреміз деген сеніміз бар. Сондықтан давай, Бекжан, бауырым. Сәттілік. Рахмет шақырғандарыңызға. Найза Кэмп Реалити, Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством 2 чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек 2 мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналына көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.